Жұма күні тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын. Осындай құрамына ашытқысыз 15 минутта дайын болатын 7 шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға жылы су, сүт және 1 шай қасық қант, 1 шай қасық толтырып тұз салып, дүкеннің кез келген қаймағын 2 шай қасықпен салып араластырамыз. Осы сұйық массамызға ұн мен ас соданы араластырып қосамыз және қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Иленіп болған қамырымызды 15 минутқа демалдыруға қоямыз. Осы қамырларымызды 1/7 бөлікке бөліп, қолымызбен домалатып, күлшелер жасаймыз. Дайын болған қамырларымызды оқтаумен домалатып, жұқа етіп жайып шығамыз. Барлығын жайып болғаннан кейін қызып тұрған майда шелпектерімізді қызартып пісіріп аламыз. Шелпектердің барлығы бірдей болып пісу үшін шашқымен осылай қозғап тұрамыз. Достар, мен